Сәлем достар, бүгін өте дәмді песочный пирог дайындаймыз. Арасына вареная сгущенка болғасын өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны, қантты салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Үстіне қаймақты саламыз, жұмсақ бөлме температурасындағы сары майды саламыз да жақсылап венчиктің көмегімен біркелкі болғанша араластырамыз. Басқа ыдысқа електен өткізілген ұнды қосамыз, сосын үстіне қопсытқышты салып жақсылап араластырамыз да сұйық массамызға ұнды бірнеше бөлікке бөліп саламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды бірден салып жіберуге болмайды, өйткені әркімде ұнның тығыздығы әртүрлі болады. Сол себептен ылғалдығына байланысты ұнды салып отырамыз. Біздің қамырымыз өте иілгіш, өте әдемі болып шығады. Енді бұл қамырымызды целлофанға салып 30 минутқа тоңазытқышқа жібереміз. Қамырды тоңазытқыштан шығарып, екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін үлкенірек, бір бөлігін кішірек қылып бөлеміз де, кішкентай бөлігін мұздатқышқа салып қоямыз. Қамырымыздың үлкен бөлігін алып, 24 диаметрлік формаға қойып, қолымызбен видеода көрсетілгендей теңдей етіп жайып шығамыз. Бұл жерде ешқандай да оқтаудың қажеті жоқ. Барлығын қолымызбен жасап шығамыз. Сосын бұл қамырымыздың үстіне вареная сгущенканы салып, біркелкі қылып жаямыз. Мұздатқыштағы қамырды алып, үккіштің көмегімен өткізіп шығамыз. Пирогымызды 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Раушан.